Assalamu alaikum көрермендер. Бүгінгі менің видеомда мындай есікке қалай тұтқа, яғни замок салу керек. Соны мен сіздерге көрсететін боламын. Мына қораптың ішіндегі осы тұтқаны есігімізге салатын боламыз. Мына қораптың ішінде тұтқамен бірге салынатын замогы бар. Мінекей мынау замоктың беткі жағында тұратын темірі, соны қатыратын шуруптары. Мына замогымызды, осы замокты тұтқамен бірге есікке орнататын боламыз. Алдыменен есікті өлшеп аламыз. Төменнен жоғары қарап 90 сантиметрдей өлшеп белгілеп алған жерімізді мындай линейкаменен, қарындаштың көмегіменен сызып аламыз. Сызып алған жерімізге замокты қойып, замоктың пішінін өшірге сызып түсіреміз қарындашпен. Құрметті көрермендер, менің кейінгі тағы да осындай пайдалы видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінекей осылай сызып алдық замоктың пішінін. Ортасын тауып, карандашпен белгілеп аламыз. Мінекей белгілеп алдық. Енді осы белгілеген жерден арнайы ағаш тесетін бұрғыменен, мындай бұрғымен кесіп ойып аламыз замоктың орнын. Мінекей мындай қылып ойып алдық. Енді осы ойып алған жерімізге замокты қойып белгілеп аламыз. Белгілеп сызып алған жерімізді ағаш шапқышпен шауып, замок сиятындай қылып кеңейтіп аламыз. Кеңейтіп алдық, замокты орнына салып,
Endi mына замоктың сыртқы жағын қарындашпен осылай сызып аламыз. Өйткені замоктың сыртқы жағы есіктің деңгейімен бірдей болу керек. Мінеки орнын ойып алдық. Енді замокты орнына орнатамыз. Орнына қойып, енді жанына тұтқаның орнын екі жағын өстіп сызып аламыз, екі жанында. Замокты шығарып, осылай тұтқаның орнын белгілеп аламыз. Замокты өлшеп. Қателеспеу үшін осылай белгілеп аламыз. Енді сол белгілеген жерімізді бұрғының көмегіменен тесіп аламыз екі жағында. Екі жағында ойып алдық. Енді сол ойылған жерге замокты салып, осылай тексеріп аламыз. Енді есіктің екі жағына тұтқаны орнататын боламыз. Осылай тұтқаны орнына салып, шұрып қатыратын жерлерін белгілеп аламыз. Осылай сол жерлерін онда арнайы жіңішке бұрғыменен шұрыптың орнын тесіп дайындап аламыз.
Мінеки дайындап алдық. Енді тұтқамызды есікке орнатамыз. Осылай орнына салып, шуруп қатырашпенен осылай орнына қатырып аламыз. Орнына бекітіп алдық. Мінеки замогымыз дайын болды. Енді замоктың жоғары және төмен жағындағы шуруптарын қатырып аламыз. Орнына бекітіп, мінеки замок тұтқамыз дайын болды. Енді сол дайын болған тұтқаны есіктің қорабына сызып белгілеп аламыз. Замоктың ілетін жерін белгілеп алғаннан кейін линейкаменен, қарындаштың көмегіменен осылай белгілеп сызып аламыз. Замокты іліп тұру үшін есіктің қорабына да ойып алу үшін осындай сызып белгілеп аламыз. Енді сол сызған жерімізді бұрғының көмегіменен ойып аламыз. Есіктің ілетін жағында ойып дайындап, замок ілетін темірін қатырып аламыз. Шуруппен бекітіп. Мінеки тұтқамыз дайын. Ілетін жері де дайын болды.